Қайырлы күн. Босанғаннан кейінгі депрессия не істеуіміз керек? Депрессияның бір түрі бұл биологиялық депрессия. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының классификациясы бойынша бұл көңіл күйдің болмауы, өмірден ләззат алмау, күш-қуаттың болмауы, концентрацияның бұзылуы, өзін бағаламау, кінәлі сезіну, өзіне қол жұмсау туралы ойлау, тәбеттің бұзылуы, ұйқының бұзылуы. Босанғаннан кейінгі жиі кездесетіндер бұл паникалық қысылулар, әрдайым қорқыныш, нәресте үшін қорқыныш, өзін жалғыз сезіну, өмірінің мәнін жоғалту, күнделікті истерика, еш себепсіз шаршау. Медициналық тұрғыдан айтатын болсам, босанғаннан кейін әйелде прогестерон мен эстроген гормондары төмендейді. Бұл оның эмоционалды фонына әсер етеді. Ферритин, яғни анемия болған кезде, бұл депрессияның мөлшерін 3,7 есеге арттырады. Және де D3 витаминінің жетіспеушілігі, В тобындағы витаминнің жетіспеушілігі де депрессия, яғни босанудан кейінгі депрессияға алып келеді. Босанғаннан кейін қандай анализдер тапсыруымыз керек? Жалпы қан анализі, қалқанша безінің гормондарын, ферритинді, B12 тобының витаминдерін және гомоцистеинге тапсырамыз. Және де анемияның бар екенін қайдан білеміз? Бұл қол-аяқтың жаурап жүруінен, еріннің, терінің бозғылт болуынан, қағазға, топыраққа, бензинге, краскаға құмар болуынан, және де қалқанша безінің қызметінің бұзылғанын қайдан білеміз? Бұл тілінің ісінуінен, бетінің, қолының сынып тұруынан ертеңгісінен, шаш түсуден, іш қатудан және әрқашанда қол-аяғының құрғап жүруінен. D3 витамин жетіспейтін болса, бұл түрлі вирустық инфекциялардың ауруынан болады. Енді осындай жағдай болса не істейміз? Біріншіден өзімізді жақсы көру. Көп аналар босанғаннан кейін өзімізді ұмытып кетеміз. Сол үшін психолог, психиатрдың кеңесіне жүгіну. Ұйқы сағат 23:00-ге дейін ұйықтау. Бала ұйықтап жатса бірге жатып демалу. Тамақ ішкен кезде майлы, ұнды тамақтарды қысқарту. Көмек сұрау, идеальный болмауға тырысу, яғни ата-анаңнан, ата-енеңнен, күйеуіңнен көмек сұрау. Және де су ішу, 30 мл на килограмм су ішуді әдетке айландыру. Және де жақсы бір витаминдер қабылдау, яғни магний трионат қабылдау, 3 таблетка кешкісін жатар алдында. Витамин С-ны қабылдау 1 ай көлемінде, В тобының витаминдерін 3 ай көлемінде қабылдау. D3 витаминін анализге байланысты қабылдау. Енді депрессиядан қалай шығамыз? Оның қандай техникалары бар? Біріншіден дұға тілеу, Алламен қарым-қатынасты дұрыстау, намазға оқу, Одан кейін сағат сайын күлу, яғни күлу десе, бұл будильник қойып, айнаға қарап күліп, өзіміздің көңіл күйімізді көтеру. Болмаса түрлі күлкілі бір комедия тәрізді кинолар көру. Одан кейін стресске қатты берілмеу, таза ауада серуендеу және йога.